Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі пәнінен 5-ші сабақ у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы тақырыбын өтеміз. Балалар, 17-ші жаттығуға қарайық. 17-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы дала гүлдері. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақ-бақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің екі бас киімім бар. Біріншісі гүлдей жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік деді. Бақ-бақ қарсыласып, екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі, таласпаңдар. Сендердің екеуің де әдемісіңдер. Иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды деді. Содан бері бәйшешек пен бақ-бақ таласпайтын болыпты. Балапан журналынан алынған ертегі екен. Жақсы, балалар, олай болса, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Бәйшешек бақ-баққа не деді? Дұрыс айтасыңдар. Бәйшешек ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын деді. Ал бақ-бақ гүлінің неше бас киімі бар екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бақ-бақ гүлінің екі бас киімі бар екен. Біріншісі гүлдей жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік екен, балалар. Балалар, қарт кісі гүлдерінің таласын қалай басты? Дұрыс айтасыңдар. Таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің сондай керемет, екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды деді. Содан кейін бақ-бақ пен бәйшешек таласпайтын болыпты. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, мәтіннен у дыбысы бар сөздерді тап. Қайсы дауысты, қайсы дауыссыз екенін айтыңдаршы. Ал сөздерді табайық. Дұрыс айтасыңдар. Қуантамын деген сөзде у дыбысы бар екен. Келесі. Екеуі деген сөзде у дыбысы бар екен. Қуаныш деген сөзде у дыбысы бар. Келесі. Журнал деген сөзде у дыбысы бар екен. Ал қуантамын деген сөзде у дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Дұрыс айтасыңдар. Дауыссыз дыбыстан кейін келген у дыбысы дауысты болады екен. Сонда қуантамын деген сөзде у дыбысы дауыссыз екен. Келесі. Екеуі сөзінде дауысты дыбыстан кейін келіп тұр. Дауыссыз болады екен, у дыбысы. Келесі. Қуаныш сөзінде дауысты болса, ал журнал сөзінде дауыссыз дыбыстан кейін келгеннен кейін у дыбысы дауысты болады екен. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, балалар, 18-ші жаттығуға қарайық. 18-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. У дыбысы бар сөздердің астын сыз. Халқымызда қыздар көп, иіленген гүл атын. Әпкем аты Раушан, қарындасым Жауқазын. Балдырған журналынан алынған екен. Балалар, у дыбысының дауысты немесе дауыссыз екенін дәлелдейік. Раушан деген сөзде у дыбысы дауысты болып тұр ма, әлде дауыссыз болып тұр ма? Дұрыс айтасыңдар. Яғни а дыбысы дауысты, дауыстыдан кейін келген у дыбысы дауыссыз болады. Жауқазын деген сөзде де дауыссыз екен. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, олай болса, келесі жаттығуға қарайық. 19-ші жаттығу суреттегі гүлдермен аттас қыздардың есімдерін тауып көр, сол сөздермен екі сөйлем құрап жаз. Раушан би үйірмесіне барды. Жауқазын қызықты кітап оқыды. Жақсы, балалар, келесі жаттығуға қараймыз. 20-ші жаттығу. Сөздерді буынға бөліп оқы. У-лы, у-ыл-ды-рық деп буынға бөлеміз. Келесі. У-маждау, у-ыс. Балалар,
улы сөзінде у дыбысы дауысты болып тұр ма әлде дауыссыз ба? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. У дауысты болып тұр, иә? Яғни ол жерде у дыбысынан кейін дауыссыз келіп тұр. Келесі уылдырық дауыссыз болып тұр. Умаждау сөзінде дауысты болып тұр. Уыз сөзінде дауыссыз болып тұр. Жақсы, енді балалар қалаған сөзіңмен сөйлем құрап жаз. Мысалы, улы жыландар бауырмен жорғалаушыларға жатады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.